Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Жапониядағы ғаламат саяхатымызды жалғастырамыз. Хоншу аралының оңтүстігінде орналасқан Осака қаласына қош келдік. Осака қаласы Осака префектурасының орталығы. 2.700.000-нан астам тұрғыны бар Жапонияның ең ірі 3 қаласының бірі. Осака ғасырлар бойы Жапонияның сауда орталығы болған. Сондай-ақ мұнда бейнелеу өнері, кабуки, бунраку театрлары және әскери өнеркәсіп қарқынды дамып өркендеген. Мына жер Осаканың орталығы Дотонбори ауданы. Мұнда ылғи да адам көп. Ал мынау өткен видеода іздеп жүргеніміз Осаканың символына айналып кеткен жүгіруші жігіт. Бұл Осакалық түрлі тәттілер шығаратын Глико компаниясының жарнамалық тақтасы. Глико компаниясы шоколад, кәмпит, чипсы, сағыз, балмұздақ секілді өнімдерді шығарады. Солардың ішінде ең танымалдары прец печенье таяқшалары және шоколад құйылған поки печенье таяқшалары. Бұл жарнама Дотонбори көшесіне алғаш 1935 жылы орнатылған. Содан бері Осаканың, әсіресе Дотонборидің визит карточкасына айналған. Осында келген қонақтардың бәрі міндетті түрде соның алдында суретке түседі. Ол мен Осакада болдым деген дәлел іспеттес. Жүгірсей? Жоқ, жүгірмаса? Жаңа айтқанымыздай, Осака ғасырлар бойы Жапонияның сауда орталығы болған. Мұнда сауда-саттық өте күшті дамыған. Осакаға жай ғана шопинг жасау үшін келетін шетелдіктердің санында шек жоқ. Біз әдеттегідей дүкен ішінде жасырын камерамен жүрміз. Бағана айтқан прец және поки печеньелері де дүкен сөрелерінде толып тұр. Мынандай нәрселер жүрейік па? Мында не böyle? Çay mı? Болды ма? Жегенін сәт. Ой, блин. Ayçen gördün mü? O da Wi-Fi'inde. Осаканың тағы бір ерекшелігі бұл қалада жасалатын тағамдар ең деген талғампаздардың да таңдайын қақтыра алады. Осаканы тіпті елдің, яғни Жапонияның ас үйі деп те атайды. Себебі ғасырлар бойы гастрономиялық шедеврлерімен қуантып келе жатқан Осака әлі күнге дейін сол атағына сай болып отыр. Бүгін біз қыдырып жүрген Дотонбори көшесіндегі қымбат мейрамханалар да, қол жетімді дүңгіршектер де қала қонақтарының назарын аударту үшін барын салып жатыр. Сыртындағы жарнамалары алыстан көзіңе түседі. Біріне бірі ұқсамайды. Кей асханалар аспаздарын есік алдына қойып, тамақ пісіртіп те қояды. Тартымды кейіпкерлермен де қызықтырғысы келеді. Қысқасы, келушілер үшін кішігірім шайқас десе де болады. Міне, көше бойында такояки деп аталатын тағам дайындалып жатыр. Такояки да жапондардың ұлттық фастфуды десе де болады. Мұны біз басқа өлкелерден де, жатақханамызда өзіміз де пісіріп жеп көргенбіз.
ішіндегі басты ингредиент сегізаяқ. Оған көк жуа, зімбір қосып, қамырмен араластырып, осындай арнайы такояки пісіргіште кішкентай домалақтар етіп пісіреді. Үстіне соя тұздығы мен майонез қойып, катсуо буши деп аталатын кептірілген балық ұнтағын сеуіп жейді. Өте дәмді. Сәлем достар, сіздермен Байпақ-Баян, және біз бүгін Осака қаласындамыз. Осака қаласында орналасқан мәдениет орталығына келіп тұрмыз. Осы мәдениет орталығында Наруто мангасы мен Наруто анимасына арналған көрме болып жатыр екен. Соны көруге келдік. Нарутоны білетін адамдар көп деп ойлаймын. Наруто анимасы негізі Наруто мангасынан басталады. 1994 жылы басталған бұл манганы Масаси Кишимото деген адам салған болатын. Және де бұл аниме мен манга ongoing болып табылады, яғни ұзақ жылдар бойы жалғасатын аниме немесе манга. Ондай мысалы One Piece сияқты анименің түріне жатады. Және негізі бұл анименің басты кейіпкері, яғни Наруто, ол ниндзя болып табылады. Және де өзі кішкентай кезінен жетім қалған, әке шешесі жоқ бала. Және ішінде оның 9 құйрықты демоны бар деп айтады. Содан кейін сондықтан ол баладан бәрі кішкентай кезінен қорқады. Ешкім оған жақындатпайды, ешкім бірде-бір жаны ауылдағы адамдар оның жанын жақындатпайтын болады. Содан кейін осылай жетімдікті адамдардың жамандығын көріп өскен ол кішкентай бала міндетті түрде басқа адамдарды қорғаймын, басқаларды өзімді жақсы адам екенін мойындатамын деген оймен Хокаге болуға тырысады. Сол Хокаге болу туралы осы ұзақ аниме болып табылады. Хокаге деген не? Енді оны көрген адам түсінбейді ғой. Даже біз білмейміз. Жапонша біледі. Негізі Хокаге деген адам жаңағы Нарутоның тұратын ауылы бұл Каноха деп аталады. Яғни деревня скрытая в листве деп айтады. Соның несі бастығы, яғни қаланың әкімі Хокаге деп аталады. Ол ондай кәдімгі тек қана басқарып отыратын адам емес, бүкіл ауылдағы ең мықты ниндзя болу керек. Сол адам болуға ұмтылады. Соның Нарутоның сол жолы туралы, ниндзяның жолы туралы. Енді сен қашаннан бері көресің дейміз? Мен бұл анимені 2005 жылдан бері көретін сияқтымын. Мен алғашқы Jetix деген каналда бірінші сериясын көріп, содан кейін өмір бақи соны көретіндей болдым. Әлі күнге дейін көремін Нарутоны. Енді бітейін. Мангасы бітті, оны бәрі біледі. Осы жылы біткен болатын мангасы. Бірақ анимасы әлі болып жатыр, мен соны әлі көріп жатырмын. Өте қызық, соғыс болып жатыр қазір. Достар, егер де көрмеген болсаңыздар, Нарутоны міндетті түрде көріңіздер. Өте күшті аниме. Негізі андай жай кәдімгі мультфильм тәрізді емес. Оның ішіндегі достық қарым-қатынас туралы, ата-ананың қадірі сияқты өте маңызды адамгершілік қасиеттер туралы өте көп айтылады. Сондықтан барлықтарыңыз көруге кеңес беремін. Достар, ішінде видеоға түсіруге болмайтындықтан мен кіріп шықтым. Енді не көргенді сіздерге айтайын. Негізі өте керемет жасалған, графикасымен жасалған екен. Кәдімгі, бірақ адам көп болса да, ішіне кәдімгі кинотеатр сияқты жасап, кішкентай кезде мысалы мен бірінші серияларынан бастап көрсетеді да, анименің бөліктерін көрсетіп, содан кейін жай жарайды осымен бітеді ғой деп отырсам, ана жақта экран жылжып, тура Нарутоның несі ауыл ретінде жасап қойғанда, ана 4 Хокаген 4 басы тұр да, ана жерде 4 әкімнің 4 басы тұр да. Соны көрген өзім әде қалдым да, жылжу керек емес, мен түсінбей қалдым да. Содан кейін ары қарай кіріп, неше түрлі бұрынғы сол кішкентай кезінен бастап есейгенге дейінгі мангаларын көріп, білмеймін, біртүрлі бір андай бақытына жылағым келіп тұрғандай біртүрлі бір сезімде болып тұрмын. Сосын магазині болды, бәрі өте тамаша болды, бәрі неше түрлі видео көрсетті. Өте керемет.
Осы бір ай болады екен осы көрме. Ішінде енді Нарутоның нағыз фанаттары көп екен. Негізі мен ойлаған едім, білмеймін енді. Ұлдар болатын шығар деп. Көбісі негізі Нарутоның көбісі ұлдар көреді екен да. Бірақ жанында біршама қыздар болды да. Саскеден өлетін адамдар өте көп болды. Олар жаңағы Саскенің мүсіні болды да бір шетінде. Содан кейін жанына келіп қарап тұрсам, артымнан бір 10 шақты қыз тұрып алып айғайласа боламын. Саске, қандай күштісің, қандай әдемісің деп айғайласа боламын. Өзім шошып кеттім ана жерде. Содан кейін кім қыздар ғана емес, артында тұрған ұлдар да сөйтіп айтып тұрды. Қандай күшті деген сияқты. Сонымен тағы не болды. Өте түрі кіріп шыққанда енді көзбен көретіндей заттар. Кәдімгідей ішіндегі жаңағы киносы ана Жапонның дәстүрлі аспабымен басталып, шәмисәнмен аяқталған кезде бір сезім керемет болады. Және де достар, сіздер егер де Наруто анимасын көретін болсаңыздар, немесе мангасын оқитын болсаңыздар, қашаннан бері көріп жүрсіз, қанша жыл соны көріп жүрсіз, кішкентай кезден көресіз бе, әлде осы қазіргі кейінгі ғана Нарутоны көріп жүрсіздер ме? Соның барлығын жазыңыздар. Және не үшін Нарутоны жақсы көресіз деп соны да жазып кетсеңіздер, өте қуанышты болар едік. Кешкі Дотонбори, жан-жақтағы неон жарнамалар, жарқыраған шамдар, әр нәрсеге қызығып жүрген құжынаған халық, айналадан естілетін әр түрлі тілдер. Жалпы атмосфера тым бөлек. Дотонбориді Осаканың Таймс-сквері деп бекер атамаған екен. Біз болсақ кешкі ас ішуге келдік. Тағы да такоякиге тапсырыс бердік және окономияки алдық. Окономияки деген ұнатқан ингредиенттеріңді қосып қуырып жеу дегенді білдіреді. Осылай дайындап алдыңызға әкеп береді. Ал мынау қарны ашқан сымбаттың тамақ келгендегі реакциялары. Жұмысыңды ұмытқан ба? Енешка пеле болды ғой. Хорошо, что енеңмен тұрмайсың. Ой, Енешка. Смотри, за кого замуж? А мөшпен болсаң тұрасың, я? Аригато! Маған тояма дейтін шығар.
ツイッターやってます。 Whatever you say, you are more emoji. I promise you forever right now. Wherever you are, I never make you cry. Wherever you are, I never say goodbye. Whatever you say, you are more emoji. I promise you forever right now. 僕らが出会った日は二人にとって一番目の日で素敵だね。そして今日のうちを二人にとって二番目の日で素敵心から愛せる人、心から愛しき人、この僕の愛の中にはいつも君がいるから。 Wherever you are, I always make you smile. Wherever you are, I always by your side. Ал достар, осымен Осакадағы саяхатымыз аяқталды. Осака бізге толық ашылды деп айта алмаймыз, бәлкім болашақта тағы келерміз. Бүгінгі видеомызды көңіл бөліп қарағандарыңызға мың алғыс. Келесіде көріскенше.